8 may 10 may aralığında 2 күндік авторский тур Ташкентке баратын боламын. Вишка жазыңыздар, WhatsApp'та жазсаңыздар болады. Орын саны өте шектеулі, адамдар көп жазып жатыр негізі. Егер қаласаңыздар, бұрын қосаңыздар болады. Қазірден бастап бұрын ойыңыздар. Ташкентке бірге барайық бәріміз. Хай, ребята, қалайсыңдар? Біз бүгін Дәурен екеуміз осындай күшті киім киіп алып, мен дейтін күшті каблугымды киіп алып, күшті болып қайқа келдік. Алматы аренаға. Қайда жан? Қайрат Нұртастың концертіне. Қайрат Нұртастың концерт емес, Махаббат фести. Вот мына талғаттар келе жатыр. Сулы талғаттар. Фокусым ұстамай қалды. Сәлем достар, қалайсыздар? Мен уже костюмымды бастадым, мақаларымның бәрін дайындап, эскиздерін сызып, қанша метр кететін соның барлығын сызып дайындадым. Бізде уже жұмыс басталды. И қазір үйде тек Альбина екеуміз ғана. Сонымен тамақ істемей, лучше заказ берейік деп Go Sushi'дан суши пицца заказ бердік. Жемегелі көп болды. Плюс Талдықорғанда Go Sushi бар, заведениясы да бар, и плюс доставкамен алдырсаңыз да болады. Короче, біз учеба деген сетті заказ береміз всегда. Осындай роллы болады и пицца болады. И, кстати, и еще мынандай да суши бар. Сәлем достар. В общем, караокеме келдім міне. Айтпақшы, білесіңдер ғой, менің образым вот Айко. Осы Айкомен көп болды негізі видео вайн салмағаныма. Қазір салайын деп тұрмын достар. Короче, енді біраз болды ғой, енді салмай жүрмін. Давай сендерден алдышы қолдау күтем, барлығын қолдаңдар, короче. Салған кезде историяға салып жаңа репост жасап, давай. Түркістаннан қазір келдім. Прага деген, Гранд Прага деген ресторанда қазір ужин ішінде отырмыз. Далада отырғаннан кейін кішкене салқын азиялық киіп алдым үстіме. Қазір Жайнақанымды сағат 12-де шығарып саламын. Өзім Шымкентте қаламын. Командамен жұмыстанамын. Бүгін Түркістанда біраз қойған жоқпын, әлі ертеңнен бастап қоямын. Командамда статустар ашылып жатыр. 1, 2, 1 болғандар 3 болып жатыр, 2 болғандар 4 болып жатыр. В общем, пакеттерін көтеріп, апгрейд жасап, статустар енді көп болып жатыр. Барлықтарыңызды құттықтаймын жандарым. Просто мен жолда жүргеннен кейін, за рулем болғаннан кейін, презентация бергеннен кейін мүлдем қолым босамай жатыр. Чат деген қайнап жатыр, бір-бірлерін құттықтап жатыр. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Вот, бүгінгі қабылдаған шешімдеріңіз сіздердің ертеңгі жемістеріңіз. Жандарым сол, үлкен рахмет. Бірінші Аллама, екінші командама рахмет айтамын. Маған сеніп командама қосылғандарыңыз үшін үлкен рахмет.